Бірақ әммесі тарихта қалып кетпеді. Бұл технологиялар әзіргі террасалы имаратларға ilham болып қызмет еткен. Міне тарихты үйрену не үшін ахметлі? Бүгінде аспабағлар хақында сөз болғанда, әйемгі цивилизация қандай ажайып һәм инновациялық технологияларды жаратқанын еске аламыз. Грециядағы Зевс хайкелі бұл әйемгі дүнияның ең ажайып һәм тәсірлі хайкеллерінен бірі болып, Фидиас атлы мүсінші тарапынан Грецияда, яғни Олимпия қаласында жаратылған. Естелікте Зевс греклердің тикарғы құдайы һәм басқа да құдайлардың патшасы суретленген. Зевстің хайкелі болса Олимпияда анқырағы Зевс ибадатханасының ішінде жайласқан еді. Бұл хайкел болса 12 метр биіктікте болып, өзінің биіктігі һәм сұлулығы арқылы көптеген тамашагөйлерді таң қалдырған. Естелік алтын һәм күміспенен қапланған еді. Зевстің оң қолында Найк жеңіс құдайының суреті, шеп қолында болса хүкімдарлық найзасы болған. Естеліктің басында жоғарыға қарап тұрған һәм оның атрапында тынышлық, жеңіс һәм күшті сәулелендіретін өзгешеліктер көрсетілген. Зевс хайкелі өз дәуірінде жүдә үлкен ітбарға ие болған. Фидиас мүсінді жаратуда Гомердің Илиада шығармасынан ilham алған. Гомердің өз шығармасында Зевсті суретлейтұғын қатарлардағы сөзлер Фидиастың дөреткен суретлеуіне толық сәйкес келген.